Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге үлкендерге де балаларға да пайдалы әрі табиғи қысқа арналған сусынның жасау жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге шие, өрік, слива жемістері қажет. Барлығын 2-3 қайтарат жақсылап жуып алдым. Банкаларды 10-15 минут стерилдеуден өткізіп алдым. Енді жемістерді банкаларға орналастыруды бастаймыз. Ең алдымен бір мөлшерде шиелерді саламыз, сосын өріктерді, сливаларды салып шығамыз. Жемістерді орналастырып болды, енді үстіне қайнаған су құямыз. Қақпақтарын жауып 30-40 минутқа қалдырамыз. Осындай сүзгі қақпақтың көмегімен суын кастрюльге құйып аламыз. 2 литрлік банкаға 1 стакан құмшекер қосамыз. Барлығына осылай қосып шығамыз. Компотының суы жақсылап қайнады. Жеміс салынған банкілерге қайтадан өзінің суын құйып шығамыз. Қақпақты 2-3 минут қайнатып алдым. Енді закрывашкамен осылай жауып шығамын. Барлығын жауып болдым. Осылай тексеріп көресіздер. Мінекей, қысқа арналған компоттарым дайын. Түсі осындай керемет, ал дәмі өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.